Баршаңызға сәлем, сіздермен Жұлдыз. Бүгін мен сіздерге бір ғана жұмыртқадан миксерсіз жасалатын және өлшеуді қажет етпейтін, бар болғаны бір ғана кеседен салып шықсаңыздар, осындай керемет дәмді әрі жұмсақ кекіс жасаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін өткізбей қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Содан кейін барлық ингредиенттерді тек қана бір кеседен салып шығатын боламыз. Кесемізге қатты толтырмай қантымызды саламыз да жақсылап вилканың немесе блинчиктің көмегімен араластырып аламыз. Міндетті түрде ингредиенттерді бір-бір кеседен салып шығасыздар. Сонда ғана сіздерде кекістарыңыз өте жұмсақ әрі ортасы гладкий болып шығады. Одан кейін оның үстіне бір кесе сүтімізді және сұйық майымызды құямыз да тағы да жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін жаңадай бір кесе толтырып тұрып 2 кесе ұнымызды саламыз. Осы массамыздың үстіне видеодағыдай шашыратып салыңыздар. Бәрін бірдей салмаңыздар. Оның үстіне ұн қосқышымызды қосамыз да оны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне біздің осындай қоймалжың масса болу керек. Қасықтан өзі түсіп, өзінің қалпын сақтайтын, беті тегістеліп қалатын жағдайға жету керек. Енді кезекте пешімізді 150 градусқа қыздырып қоямыз да осының үстіне осындай кекістердің ыдыстарының ішіне бір ас қасықтан қосып шығамыз. Менде осындай варенка бар, осы варенканы қосатын боламын. Шай қасықтың жартысындай қосып шыққаннан кейін үлкен ас қасықпен тағы құйып шығамыз. 150 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің кекісіміз де дайын болды. Видео сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.